Баршаңызға сәлем. Құрма жемісінің құрамы және оң пайдасы туралы айтатын боламын. Пайдалы ақпараттарды жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыз. Күн салқындағанда дүкендерде көп сатылатын жемістердің бірі құрма. Аталған жеміс жаңа жылдық дастарханның айнымас бір бөлігі. Дәмі ауыз қуыратын құрманың құрамында танин көп кездеседі. Танин дегеніміз медицинада дәрі үшін тұрмыста қырғыш ретінде қолданылатын емен және басқа ағаштың қабығынан жасалған ұнтақты айтамыз. Оның асқазанға әсері қатты. Оның әсерінен ересектердің іші қатса, әлі асқазаны әлсіз балалардың ас қорытуы бәсеңдейді. Сондай-ақ құрманың құрамында қанттың көп болатындығын ескерту қажет. Құрмада 100 килокалория бар. Сусамырмен ауыратындар құрмадан түбегейлі бас тартуы керек. Толық піспеген құрма асқазанда бездердің не қатты тастардың жиналуына әсер етеді. Құрманы жер алдында оның қабығына назар салыңыз. Қара дақтары бар. Қабығына зақым келген құрмадан аулақ болған жөн. Өйткені оның құрамын сыртында зиянды микробтар болуы мүмкін. Ол іштің өтуіне, жүрек айнуына және ағзаның әлсіреуіне сеп болады. Шамадан тыс тұтынбай, белгілі бір мөлшерде жесеңіз ғана құрманың пайдасын сезінесіз. Оның құрамында көптеген пайдалы микро және макроэлементтер бар. Магний тамырды босаңсытса, калий ағзадағы артық заттардың шығып, қан қысымының төмендеуіне әсер етеді. Тек пектиндер болса, токсинді заттарды жояды. Оған қоса құрма йодтың таптырмас көзі. Дәрігерлер күніне 2 құрмадан көп жемеуге кеңес береді. Құрманың оң пайдасы. Бірінші, құрма адамның асқа деген тәбетін жақсартып, жұмысқа деген қабілетін жақсартады. Екінші, фруктоза мен глюкозаға бай бұл жеміс жүйкені тыныштандырып, ұйқыны қалыпқа түсіреді. Үшінші, ғалымдардың зерттеуі бойынша құрманы көп жейтін адамдарда өкпедегі қатерлі дертпен ауыру кем-де-кем кездеседі екен. Төртінші, құрмадағы магний бүйрекке тас жинамаудың алдын алады. Сондай-ақ ағзадағы тұзды шығаруға көмектеседі. Бесінші, мәйегін жарақат алғанда немесе күйген жерге жақса тез жазылады. Алтыншы, дәрігерлер құрма жемісін тіс жиегі жиі қанайтын жандар мен туберкулез дертіне шалдыққанда көбірек жеуге кеңес береді. Құрма йодқа да бай. Қалғанша безінің қабынуымен ауырғанда бұл жемісті жеу дертке дауа болады. Сегізінші, қаныңыз аз болса, бұл жемістің өзінен немесе жапырағынан шай жасап ішуіңізге болады. Тоғызыншы, құрма құрамындағы моносахарид жүрек бұлшықеттеріне пайдалы. Оныншы, құрма құрамындағы А және С дәрумені иммунитетті көтеріп, суықтаудың алдын алады. Егер де менің ақпараттарым сіздерге пайдалы болса, каналыма тіркеліп, қоңырау шалуды ұмытпаңыз.